Кеш жарық ағайын тұсқан бауырлар, бүгін 15 қаңтар 2024 жыл. Жаңа жылдан кейінгі ең алғашқы авто шолуды осы Астана қаласындағы Тұран көшесінің бойындағы баяғы Лада маркаларын сатқан Астер автоға келіп қалдық. Бұл Астер авто қазіргі кезде Қытайдың Chery деген автоконцерні бар. Сол автоконцерні Cheryден басқа 3 түрлі бренд шығарады. Жетур деген, ол Астанада Кенесары көшесінде арнайы автосалоны бар. Одан кейін Амода, Амодадан кейін Жаяко деген бренд көліктер сатады. Қазақстанға былтыр осы Амодамен көліктері келген болатын болса, одан артынша мынау Жаяко деген бренд көліктер келген болатын. Сол Жаяконың бір ерекше дизайнмен сыртта тұрған көліктерін таныстыруды жөн көрдім. Міне көріп отырсыздар, Жаяко маркасының J7 деген кроссовері. Міне қараңыздаршы, мынау дизайн деген ерекше ғой, мынау қара түс тұр. Және де міне ақ түсі тұр. Бұның размері қандай деп жатады енді? Бұның размері Chery Tiggo 7 Pro бар ғой. Ең Қазақстанда өтімді кроссовер Chery Tiggo 7 Pro'ның жаңа размерімен бірдей көлемі, ені, ұзындығы. Ал енді мынау ерекшелігі тек қана бұл жерде дизайн. Қытайдың бұл жерде артықшылығы басқа автокомпаниялардан дизайнды бір керемет ерекше жасайды. Міне алдарыңыз қараңыздар, радиатор решеткасы өте керемет салынған. Алдында Жаяко деген жазуы бар. Жіңішке фарлар, астында дальний фар дейді, үстінде ближний фар дейді. Орысшалап айтқанда айбеттеңіздер. Міне Жаяко J7-нің артын қазір түсіретін боламыз. Міне артқы жағындағы фарлары осылай орналастырылған. Титан дискісі спицовой болып, өзіндік дизайнмен үйлесім тауып отыр. J7 деген жазуы бар. Міне Жаяко деп оқып жатырмыз. Үстіндегі рейлинг Hyundai Kia'лардың соңғы маркасындағы ұқсатып жасалған, жатыңқы біргелкі жасалған рейлинг планкалары. Міне әзірге таныстырылым деп тест драйв Жаяко J7 деп сыртына жазып қойған екен. Кім тест драйвқа келіп айдап көргісі келетін болса, Астана қаласы Тұран даңғылын бойындағы Астер автоға келіп, осы көліктерді көріп, танысып, және айдап көруге болады. Айдап көруді тегін екен. Мына жерде көліктер тұрған, бұл Амода кроссоверлері. Амода S5 деген көліктер. Орыстар S5 деп атады ғой. Бұны гаджет мобил деген атауы бар екен. Не дегенмен бұның ішін бәрі электроника. Өте бір керемет, соткымен басқарылатын сияқты ғой, кәдімгі сенсор экрандар. Кәдімгі қолыңыздағы сотканы, смартфонды қалай басқарсаңыз, көліктің ішінде де басқару құралдарын бәрі сенсорлық. Сондықтан бұны Амода S5 гаджет мобил деп аталып кетті. Қытайдың көлігінен ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Не дегенмен бұл әлемде өздеріңіз білесіздер, 2023 жылы әлемде Жапонияны озған Қытай болып тұр. Машина өндіруден, машинаны сатудан. Машина өндіру бір басқа, бұл сатуды айтшыш. Не дегенмен тұтынушы еш уақытта жайдан жай көлікті ала бермейді. Ендеше көлікті алды ма, ендеше бұл көлік алуға тұрарлық деген сөз. Мынау алдарыңызда тұрған Амода S5 деген седандары. Міне бір сұр түсті екен, мынаусы қара түсті екен. Мына жерде жиналып тұрған көліктер қатар-қатармен, бұлар Амода S5 деген кроссоверлер. Аман сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр қазаққа жаңа көлік мінуді Алла нәсіп етсін.
қазақ осы күнге дейін ескі көліктер мінді ғой. Германиядан келген, Жапониядан келген, мынау Корея арқылы, Монғолия арқылы кеп жатыр. Қазір көліктер Дубайдан ұрылған көлік кеп жатыр, Американың. Грузия, Армениядан келді, қазір Грузиядан кеп жатыр. Осының бәрі Америкада жүрілген, айдалған, соғылған, ұрылған көліктерді жөндеп алып келеді. Ал енді қазаққа ләжі болса, жаңа көлікті мінуді, жаңа көлікті тізгіндеуді Алла нәсіп етсін. Және де жай көлік емес, заманауи әдемі көліктерді қазағымыз міне берсін. Аман сау болыңыздар, Алланың жақсылығы болсын. Сіздер ағайын туысқан бауырлар, бүгін 15 қаңтар 2024 жыл. Келген жаңа жылдағы алғашқы авто шолу. Астана қаласындағы Тұран даңғылының бойындағы Астер авто. Баяғы Лада машиналарын сататын Астер авто. Қазір атақты Қытайдың Черри компаниясы барға автоконцерн. Соның Жаяко мен Амода автобрендтерін сататын автосалон. Мынау дәл алдарыңызда тұрған Амода гаджет мобиль дейді. Бұны гаджет мобиль деп ат қойыпты. Не дегенмен бұның бәрі кәдімгі электроникамен басқарылады дейді. Амода S5 деген кроссовері. Міне көрдіңіздер ме? Мынау өте бір ашық көгілдір түсті екен. Керемет дизайн. Мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне капот ашық тұр. Міне капот 1.6 турбо. Өте экономды. Бұл жерде трансмиссия, коробкасы робот. Енді мына ішіне келетін болсақ, бұл Амода өте бір дизайн ерекше. Мына орындықтарын қараңыздар. Мына селектордың рычагын қараңыздар, рөлді қараңыздар. Мынау қара түсі екен. Артқы жағына дисклерін көрдіңіз бе? Өзіндік бір оригинал пішіндес жасалған. Мынау арты багажник ашылып тұр екен. Мына жерде тартпасы бар. Титан диск запаскасы бар. Ішінде ключ, керек жарақтарын барлығы бар екен. Мына түсі бір ерекше екен. Ашық, көгілдір түс. Қазіргі жастардың мінетін машинасы ғой. Міне Амода S5 деген. Ал енді мына жаққа қарай жүрейік. Міне Амода деген бұл бағана айттық қой, Черри автоконцернінің Қазақстанда 3 суббренді бар. Бұл жаңағы Жетур бар. Ана Кенесары көшесінде арнайы Жетур компаниясының көліктері сатылады өрден. Ал енді Астер авто 2 марканы ғана сатып отыр. Черриге қатысы бар. Біреуі Амода, біреуі Жаяко деген. Ол Жаяконы сыртта тұр, енді сыртта оны таныстыра жатармыз. Мынау жаңағы Амоданың кроссоверін таныстырсақ, енді мынау седаны. Амода S5 деген мынау седаны. Мына жерде қара түс тұр, мына жерде анық қызыл түсті екен. Енді дизайн бір ерекше. Елдің бәрі мынау кобальтқа үйреніп қалған ғой, Chevrolet кобальттың дизайнына үйреніп қалған. Өте қарапайым. Мына Өзбекстанда жиналатын американдық Chevrolet компаниясының Nexia кобальт көліктеріне дизайнға адамның көзі үйреніп қалған енді. Ал енді мынау ультра заманауи дизайнға халықтың көзі енді үйреніп келе жатқан сияқты. Қытайдың көліктеріне қорқынышпен қарайды, бірақ қорқатын еш нәрсе жоқ. Бұл заманауи машиналар, заманауи көлік десек болады. Дегенмен ең соңғы мықты автодизайнерлер, автосуретшілер, автоменеджерлер, автоинженерлер осы машиналарға қызмет жасаған. Көзге өте тартымды, және де өте қазіргі заманның модасы десек те болады. Автоиндустриядағы моданы қазір соңғы кезде Қытай жасап жатыр. Міне өздеріңіз байқағаныңыздай Амода көлігі. Ерекше дизайн, керемет енді. Амода S5 деген седаны. Астер автода.
Астана қаласы Тұран даңғылының бойындағы Астер автосалонында осы екі марка сатылып жатыр. Амоданың екі моделі, біреусі кроссовер S5 болса, біреусі седан S5. Қорқпаңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Болашақ Қытайдың көліктерінде болып тұр. Дегенмен былтыр білесіздер, 2023 жылдың қорытындысы бойынша әлемде машина сатудан, яғни көлікті шығарып сатудан Жапония автоконцерндерін озып, Қытай қазір әлемде бірінші орынға шықты. Сондықтан Ресей бұнда ең көп алып жатыр. Ресейді білесіздер, орыстар техникаға жаны құмар. Олар өте қатты тексереді машинаның жағдайын. Оларда интернет қатты дамыған. Отклик дейді ғой, автоотликтер оларда көп. Солардың өзі осы Қытайдың машинасына отырып жатыр. Сондықтан осы Қытай көліктері қазіргі нарықты жаулап жатыр. Мына сырт даладағыны қараңыздар. Жаяко J7 деген машинаны қазір алдына барып түсіреміз. Әзірге мынау автосалонның ішінде тұрмыз. Астана қаласының Тұран даңғылы бойындағы Астер автосалоны. Бұл Астер авто екі бренд сатады. Біреусі Амода болатын болса, біреусі Жаяко. Амоданың екі моделі жаңа мен таныстырып өттім. Біреусі кроссовер S5 болатын болса, екіншісі Амода седан S5. Бағаларын айта кетейін. Мынау седанның бағасы Амода мына жерде жазылып тұр. 8 миллион 990-нан басталады екен. Былайша айтқанда 9 миллионнан бағасы басталады екен. Енді анау кроссовердің бағасын айта өтейін. Амода деп ана жерде жазылып тұр. Мынау кроссовердің бағасына келейік. Мына жерде жобалап жазып қойыпты. Кроссовердің бағасы қазіргі тұрғаны 11 миллион 890 теңге. Оның алғашқы бағасы 9 миллионнан басталады негізінде. Ең простой комплектациялары кроссовердің Амода S5 деген 9 миллионның жобасында 9 миллионға жетер-жетпестен бағалары басталады. Сыртта машиналар баршылық. Қытайдан көліктер өте көп келіп жатыр. Автосалонның ішінде екі түрі көрсетілген. Амоданың кроссовері мен Амоданың седаны. Енді былтырғы жылғы жаңалық ол Жаяко компаниясының көліктері. Осы көліктердің бәрі Қытайдың ең үлкен автоконцерні Черриге тиесілі. Білесіздер, автоконцерн Черридің өзі де көлік шығарады, және де қосымша компаниялары бар. Ол жаңағы J-Tour, бұл Астана қаласында Кенесары көшесіндегі автосалонда сатылады. J-Tour'дан бөлек Амода, жаңа мен таныстырып өттім. Астер авто, Астана қаласы Тұран даңғылының бойындағы автосалон. Автосалонға келіңіздер, көлікті көріңіздер, шамаларыңыз жетсе, заманауи көлік мініңіздер. Әр қазаққа жақсы көлік нәсіп етсін. Аман, сау болыңыздар.